Сәлем баршаңызға достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздермен мақтадай жұмсақ өте дәмді пирожкидің рецебімен бөлісемін. Іші толығымен пісіп, өте дәмді әрі жұмсақ болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіз. Бұл пирожкиді жасау үшін ең алдымен қажетті заттардың бәрі жылы болуы қажет. Ең алдымен 1 стакан жылы суымызға 1 стакан жылы сүт, оның үстіне 1 ас қасық қант, жарты шай қасық тұз және еріп тұрған сары майымызбен ашытқымызды қосып жақсылап араластыратын боламыз. Сұйық массамызды жақсылап араластырып болған соң, ұнды шетінен аз-аздан сала отырып, жып-жұмсақ қолға жабысатындай қамыр илейміз. Сондай-ақ достар, менің арнама тіркелмеген болсаңыздар тіркеліп, қоңырау белгісін басып қоюды ұмытпаңыздар. Жаңа видеомда алғашқы болып көретін боласыздар. Алдағы уақытта мен сіздермен бұдан да көптеген рецепттермен бөлісетін боламын. Дәл осындай қолға жабысатын жып-жұмсақ қамыр илейміз. Илеу барысында қолға жабыса берсе, 1 ас қасықтай сұйық май құйып, ары қарай илейтін боламыз. Ендігі кезекте қамырдың бетін жауып, жылы жерге қоямыз. Қамырымыз ашығанша ішіне салатын картоп езбесін дайындаймыз. Мен картопты пісіріп алып, езгішпен езіп алдым. Дәміне қарай тұз, бұрыш және дәмді болу үшін еріген сары майды қосып, жақсылап араластырамыз. Ендігі кезекте жылы жерде тұрып ашыған қамырды алып, дөңгелектеп ұсақтап бөліп аламыз. Бәрін біркелкі етіп ұсақтап бөліп алғаннан кейін беті қайысып қалмасы үшін салафанмен жауып қоямыз. Дөңгелектеп қолымызбен баса отырып, пирожкидің формасын жасап аламыз. Ішіне дайындап алған картоп езбесін салып, пирожкидің формасына келтіріп, барлығын дәл осылай жасап шығамыз. Дәл осылай барлығын жасап болғаннан кейін 5-10 минутқа бетін жауып, демалдырып қоямыз. Келесі кезекте қызып тұрған майға салып, орташа отта пирожкилерімізді салып, пісіріп аламыз. Дәл осындай өте дәмді, өте жұмсақ, іші толығымен піскен пирожкилеріміз дайын. Пісіп шыққаннан кейін пирожкилерімізді міндетті түрде қағаз майлыққа салып алатын боламыз. Пирожкилерді пісіруге сұйық маймен қатар өте майлы болмасы үшін қойдың тоң майын қостым. Сонымен қатар достар, менің арнамда дәл осындай қарапайым заттармен жасалатын көптеген рецепттер бар. Видеоны соңына дейін көріп жатсаңыздар, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Айнұр, қош сау болыңыздар.